Сәлем достар, сіздермен бірге Кинози. Бүгін сіздермен «Смертосная земля» фильміне қысқаша шолу жасайтын боламыз. Қолдау ретінде арнаға тіркеліп өтсеңіздер, ендеше мен бастаймын. Отбасы демалыстарын өткізу үшін шеттеліп қалған өзен жағасындағы лагерьге келеді. Әйелдің аты Маргарет, күйеуі Роберт және де 2 баласы бар еді. Оның үлкені Эмили болса, кішісі Оли. Отбасы осы жерде уақыттарын өткізбек болады. Бұл лагерь орман арасындағы өзеннің қасында орналасқан, ешкімге дұрыс көрінбейді. Эмили әкесіне барады. Роберт болса кешкісін тамақ әзірлеп жатыр еді. Және де олар осы өзенге жақын жерде орналасқан сарқырама туралы айтады. Сарқыраманы өте әдемі десе керек, және де ол жерде топтық адам өлімдері болды дейді. Олар әңгімелесіп болғаннан кейін барлығы ұйқыға кетеді. Таңертеңгісін олар сарқырамаға бармақ болады. Ата-анасы Олиді бірге алады. Эмилиді шақырғанда Эмили бармайтынын айтады. Ол ойын ойнап, шатырды күзетіп қаламын деп айтады. Содан кейін отбасы сарқырамаға бармақ болады. Осы кезде Эмили оларды тоқтатып, суретке түсіріп алады. Қыздың ата-анасы ары қарай жолдарын жалғастырады. Эмилиді жалғыз өзін қалдырып кетеді. Қыз ата-анасы кеткеннен кейін темекі шегіп бұрынғы фотоларын қарап отырады. Содан кейін қасында біреу бар секілді сезінеді де машинасына қарай барады. Сол жерде демалуды шешеді. Эмили бірден ұйқыға кетеді. Және де бірнеше уақыттан кейін олардың машинасының қасына тағы да машина келеді. Және де оның ішінен Герман есімді ер адам түседі. Және де ол жалғыз емес еді. Екінші ер адамның есімі Тод еді. Бұл уақытта Эмили құлағына құлаққап тағып алып, машинаның ішінде ұйықтап жатады. Ал әлгі 2 ер адам машинаны айналдырып қарайды. Тод олардың машинасына дәретін сындырып жатырып, ішінен Эмилиді көреді. Және де олар қызды зорламақ болады. Герман да оның қасына келіп қызды көреді. Содан кейін Эмили оянып кетеді. Ол белгісіз адамдарды көргеннен кейін оларға айқай шығарады. Ары қарай кетіңдер дейді. Содан кейін жігіт ары қарай кетіп, қайтадан Эмилиге келеді. Қыз бұдан қорқып кетіп, машинадан дыбыс шығарады. Себебі әкесіне белгі бермек болады. Қыз көмек сұрағанын әкесі отбасымен бірге естиді, және де ол отбасын қалдырып барады. Ол дауыста Герман естиді. Содан кейін қызды тұрғанын түсініп, оған барады. Осы уақытта Герман келгеннен кейін мылтықты алуға кетеді. Ал оның отбасы болса, әкесі қызға келеді. Содан кейін Герман қызға келіп мылтықты көрсетеді, және де машинадан түседі. Қыз амалсыздан түседі. Осы кезде оған әкесі келе жатады. Әкесін көрген қызы оған бармақ болады, бірақ та Герман оны атып түсіреді. Кейін оның әкесін ұрып тастайды. Бұл уақытта қыздың анасы Олиді тығып, оның қауіпсіз жерде болуы үшін жайғастырып кетеді. Содан кейін қызына қарай жүгіреді. Осы уақытта оларды Маргарет көріп, болып жатырған жағдайлардың үстінен түсіп, оларға шабуыл жасайды. Эмилиге қаш дейді. Эмили қашып бара жатырғанда Герман атып жібереді. Содан кейін қызға тоқта, немесе анаңды өлтіремін дейді. Кейін қашып бара жатырған қыз амалсыздан тоқтайды. Олардың барлығын 2 жігіт ұстап алып, байлап қояды. Содан кейін Роберттің әлі де тірі екенін көреміз. Робертті ағашқа байлап қояды, және де 2 әйелі мен қызын оның көзінше зорлайды. Бұл уақытта Роберт оларға ештеңе жасай алмайды. Тек қана амалсыз қарап отырып жылай береді. Осыдан кейін жігіттер отбасыдағы әйелдерді зорлап болғаннан кейін олардың телефонын қарайды. Телефонның ішінде фотоларды көреді, және де баланың бар екенін көріп қалып, олардан Олидің қайда екенін сұрайды. Маргаретті өлтіремін деп қорқытады, бірақ та әйел ештеңе айтқысы келмейді. Содан кейін ер адамдар отбасын барлығын байлап, олардың басына шөлмектерді қойып атады, және де отбасын мүлде жоқ қылып жібереді. Содан кейін баланы іздемек болып палаткаға барады. Бала палаткада жоқ болып шығады, ал Оли болса орманның ішінде жылап кетіп бара жатады. Осыдан кейін 3 күннен соң жұп осы жерге келе жатады. Күйеуі Иан және де әйелі Сэм. Жұп отбасы барғысы келген сарқырамаға бармақ екен, және де сол жерде жаңа жылды қарсы алмақ. Және де жұп тоқтап тұрған кезде Герман да көреді, және де сарқырамаға баратын жолды сұрайды. Герман болса оларға басқаша жолды көрсетіп жібереді. Ол жұптың отбасының денелерін көргенін қаламайды. Сол себепті оларға басқа жолда айтқаннан кейін жүріп кетеді. Жұп олардың айтқан жолымен арғарай жүре бермек болады. Содан кейін жолға шыққаннан кейін Иан терезеден өзінің артынан Германның аңдып келе жатырғанын көреді, және де олар бұдан күдіктеніп басқа жолға түсіп кетеді. Осы жолмен келе жатырған кезде бұл жердің әдемі екенін көріп, өздерінің іздеген жерге келгенін түсінеді. Жұп көлінің жағасына келгеннен кейін банағы отбасының шатырын көреді, және де соның қасына өздерінің шатырын тігеді. Әрине, жұптың көңіл күйі өте жақсы болады. Олар жаңадан үйленген, және де балайына осы жерге келген еді. Олар бір-бірімен сөйлесіп шаруаларын жасайды. Сэм кітап оқып отырып, шатырға қарап, бұл жерде тағы да біреулердің болғанын түсінеді. Ал күйеуі болса, ол ағаштарды іздеп жүреді, және де осы кезде кішкентай баланың шапкысын көреді, бірақ та ол оған қатты мән бере қоймайды. Қайтадан лагерге келеді.
жұп отын жағып көптеген әңгімелерді айтады және де осы жердің әдемілігіне таң қалады. Содан кейін олар ұйқыға кетеді. Таңертең ұйқысына тұрғаннан кейін Сэм тағы да палаткеге қарайды. Сэм отбасын жатырға келген болар деп ойлап оларға қарай барады және де оның ішінен бір нәрсе көргендей болады. Кейін барғаннан кейін отбасының жоқ екенін көреді, ал күйеуін кейін шақырады. Содан кейін бұл жерде біреу бар секілді, бірақ та отбасы әлі оралмаған дейді. Шатырдың іші бардақ болып жатырғаннан кейін олар полицейлерге хабарласпақ болады. Содан кейін машинасына келгенде дөңгелегінің дұрыс жасамай тұрғанын көреді және де машиналардың дөңгелегін ауыстырмақ болады. Ян дөңгелектерді ауыстырып жатырған кезде әйелі оған су әкелмек болып ары қарай кетіп қарады. Содан кейін Сэм оған бақырып шақырады. Ян барған кезде Оллидің жатырғанын көреміз. Олар баланы тауып алады. Ян Роберттер отбасының кішкентай қызының әлі де тірі екенін айтады және де олар баланы бұл жерден алып кетеді. Не істерін білмей отырғаннан кейін олар көп ақылдаса келе Оллидің отбасын таппақ болады. Осыдан кейін олар ойланып отырған кезде оларға машина келеді және де оның ішінен Тод шығады. Олар барлық жағдайды Тодқа айтып береді. Жұп баланың жағдайын түсіндіріп Тодқа полицейге хабарласу керек дейді. Ал Тод болса қыздың ата-анасы әлі тірі болуы мүмкін және де бір нәрсеге ұшырап қалған болар деп оны іздемек болады. Кейін Тод өзінің машинасынан мылтығымен алғашқы көмек құралдарын алып шығады. Содан кейін Ян мен Тод баланың ата-анасын іздеуге кетеді. Олар көптеген жерлердің барлығын қарап шығады. Ал бұл уақытта Сэм кішкентай балаға қарап отыр еді. Сэм қолына пышақ ұстап отырады және де баланың жайбарақат ұйықтап отырғанын көреді. Ал ол кезде Тод пен Ян отбасының өлген жеріне келеді және де олардың мәйітін көріп шошып кетеді. Роберт пен қызының денесі жатады, бірақ та Маргареттің денесі жоқ. Тод бұны көріп алаңдап кетеді. Ян болса бұл жерде кетіп полицейлерді шақырмақ болады. Осыдан кейін Тод ер адамға әйелін іздеу керек дейді. Ол мүмкін әлі де тірі болуы мүмкін дейді. Содан кейін олар іздеп Маргаретті жақын жерден табады. Содан кейін Ян оған көмектеспек болған кезде оның денсаулығын қарап жатады. Осы кезде Тод оның көмектесіп жатырған жерінен Маргаретті бір атып тастайды. Бұл жағдайды Ян көріп өзі куә болып шошып кетеді және де мені өлтірмейтін шығарсың дейді. Бірақ та Тод айтады, мен сенің әйеліңді көзінше зорлаймын, содан кейін өлтіремін дейді. Бұны естіген Ян одан сайын шошып кетеді. Содан кейін олаған тұруын бұйырады. Осы кезде Ян оған қайтадан шап беріп қашып кетеді. Орман арасынан жүгіріп өтеді. Янды өлтірмек болып Тод оның артынан қуады. Ал бұл уақытта Сэмге Герман келеді. Сэм оған болған жағдайлардың барлығын түсіндіреді. Содан кейін Герман өзінің машинесінен винтовканы алып шығады. Бұны көрген Сэм қорқып кетіп машинаға тығылып қашпақ болады. Бірақ та ол үлгермейді. Ол әйелге машинадан түс дейді, бірақ та әйел тыңдамағасын терезені сындырып жібереді. Бұл уақытта Сэм қолынан пышақ алып, оның қолын кесіп жібереді. Сэм осы уақытта пайдаланып отырып, қолына Оллиді алып Германнан қашып кетеді. Бірақ та Герман бұл сәтте жібермей, итін жіберіп, қыздың артынан қуғыздырады. Ян болса Тодтан қашып үлгеріп бір жерге тығылады. Тод болса оған жақындап келе жатады және де біреудің қашып бара жатырғанын көріп, оған қарай атып қалғанда қасына барады. Ол оны Ян деп ойлайды, бірақ та ол Германды атып жіберген екен. Герман кеудесіне тиген оқтан қатты қиналып айқайлап жатады. Тод болса оған кешірім сұрап өтінеді. Осы кезде Сэмнің қасында отырған бала жылайды. Бұны көріп Тод оларға барып, ол Оллиді тартып алады. Әйел болса не істерін білмей жылап тұрады. Ал Герман болса мені өлтір деп Тодтан өтінеді. Тод оны өлтіргісі келмейді. Содан кейін Герман қайтты өтініш жасайды. Амалсыздан Тод оны өлтіреді. Герман өлгеннен кейін Тод Янға шық немесе мен сенің отбасыңды өлтіремін дейді. Бірақ та ол шықпайды. Содан кейін олар күтіп, ақырында бұл жерден кетіп қалады. Ян болса әйелімен кішкентай балаға көмектеспей бұл жерден қашып кетеді. Осы жағдайлардан кейін Тод Сэмді өзімен бірге алып кетеді және де сенің күйеуің сені құтқармай қашып кетеді дейді. Бірақ та әйел ол кішкентай баланы құтқарғысы келді деп мойындағысы келмейді. Олар бір-бірімен ұрсып келе жатырған кезде машинаны басқара алмай апатқа ұшырайды. Ол уақытта Ян полицей бөлімшесіне келіп, болған жағдайлардың барлығын айтып береді. Содан кейін Ян мен полицей болған жерге келгенде Тод полицейді өлтіріп үлгереді, ал Янды ұстап алады. Сэм болса олардан қашып кетеді. Бірақ та Тод оларды ұстап алып, Сэмді рөлге отырғызып, екеуін артынан бақылап отырады. Машина айдап келе жатырған Сэм болған жағдайларды бітіру үшін авария жасайды. Тод машинадан аман-есен шығып үлгереді. Бірақ та Сэм одан бұрын оған барып, оның басынан соғып өлтіріп тастайды. Осыдан кейін Сэмнің ауруханада жатып емделіп жатырғанын көреміз. Ол өзінің күйеуіне барады. Күйеуіне ештеңе болмаған, аман сау жатырғанын көреді. Ал Олли болса,
оның жағдайы барлығыңызға қызық шығар. Оны Германның иті тауып алған және де ол Тарзан секілді өсуі мүмкін. Осымен фильм аяқталады. Фильм ұнаса арнаға тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Жылдың соңына дейін 100 000 оқырман жинағым келеді. Келесіде қандай фильмге шолу жасайын комментарийға жаза өтіңіздер. Баршаңызға рахмет.